Қайырлы күн, менің оқырмандарым. Қал жағдайларың қалай, жақсы ма? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Сіздерден сұрайтыным, подписка жасаңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңыздар. Соңғы видеодан кейінгі маған бір оқырман, Гүлсезім деген оқырманнан мындай хат келіпті. Оқып жіберейін. Саламатсыз апа, қалайсыз? Мен бастығыма жағам деп шаршап жүрмін. Сол жұмысымды өзгертсем бе екен деп, қалай болады екен деп, солай қанша жалпақтасам да жаға алмай жүрген жайым бар деп жазып жіберіпті. Мен ол Гүлсезім деген оқырманыма айтқым келіп тұр. Гүлсезім, егер сен жазып тұрмын ғой, бастығыма жаға алмай тұрмын деп, бастығыма жақпасам, значит, бастығым маған адам жақпайды деген өзі шешім қабылдап алған ол адам. Сондықтан ол сен айтасыз, біз деген жаңағы жалпақтап айтқымыз келмесе де, соны жалпақтап айтамыз, тыңдағымыз келмесе де, оның неше түрлі анекдот айтып отырса, оны тыңдап отырамыз дейсің. Сосын жұмысқа барғым келмесе де барамын, енді үйреніп қалған жұмысым, қайтейін деп жазып жіберіпсіз. Ал егер сіздің директорыңыз маған ешкім жақпайды деп, ол өзі солай мені шешім қабылдап алса, сен мейлі қандай жалпақта ат басындай алтын қайнатып беріп не істесең де, ол алтынды жеп алған кезде соған дейін сені мақтап отырады. Содан кейін алтынды жеп болғаннан кейін уже баяғы өзінің шешімінде тұрады. Өйткені ол сондай шешім қабылдап алған өзіне, маған ешкім жақпайды деп. Сондықтан сен оған жағам деп жаңағыдай әрекет жасап сөйтіп жүрсең, ол соған жағам деп жүремше дейін, ол өзіңді шаршатып тастайсың, өзің талқандалып қаласың деген. Былай қазақша айтқанда маған солай ақпарат келді. Өзің талқандалып қаласың. Өйткені бір адам сондай шешім қабылдаса маған жақпайды деп, екінші адам оған жағу мүмкін емес. Сондықтан саған Гүлсезім айтатыным, бірінші Аллаға, екінші өзіңе жағудың әрекетін жаса. Біздің ең бірінші Алла, содан кейін өзіміз. Сондықтан ондай жерде егер сені бағаламай атса, сондықтан алдында да айттым ғой, өмірде не көп, есік көп. Сондықтан ол жер сені бағаламай атса, басқа жердің есігін ашқаның өзіңе қайырлы. Сондықтан егер сен ол қанша жалпақтағанмен жақпай тұрсаң, значит, ол директорым маған ешкім жақпайды, сондай шешім қабылдаған. Ол шешімді сен енді өзгерте алмайсың. Қанша жалпақтай бер, ол мүмкін емес нәрсе. Сондықтан сен өзің қалауыңмен өмір сүруің керек. Бұл жерде өзің шешім қабылдайсың. Тем более қазір не көп, жұмыс көп, жастарға да жұмыс көп, мүмкіншілік көп қазір. Ол мамандықпен істегің келмесе, басқа мамандықта үйреніп алуға болады қазір. Не көп, мамандықта көп, не көп, жұмыста көп, мүмкіншілік та көп. Сондықтан бір жерге жабыспай, әр жерлерде адамның өзін әртүрлі қырынан көріп үйренгеніміз жақсы. Бұның бәрі маған ақпарат келгесін айтып тұр. Мен осылай сіздер сұрақ қойғасын, сұрақ қойылдым, сол маған ақпарат жауап келді. Содан жауаптан айтып, мен өзім ойынан айтып тұрған затым емес, бұл ақпараттан айтып тұрған затым. Сондықтан бұл жерде ең бірінші өзіңді, бірінші Алланы, сосын өзіңді, сосын өзің жүрегіңді тыңдауың керек. Оған жағам деп жаңағы істей берсең, өзің шаршап қаласың. Бізге ресурсыны өзіміз, бізді қандай қарызға кіріп кетейік, кредитке кіріп кетейік, өмірдің қандай нелеріне кіріп кетсек та, бізді бәрін бірінші шығаратын Алла, сосын және өзіміз. Сондықтан өзіміздің мына денемізбен дос болып тыңдап, өзімізді арасында тыңдап, өзіңмен қалуға ешқашан қорықпай, бір сағат болсын, 2 сағат болсын арасында өзіңмен қалап, телефон бәрін сөндіріп, өзіңнің жүрек неңді тыңдап,
Сондықтан солай үйренгеніміз жақсы. Сондықтан саған Гүлсезім айтарым, мына 26 жылы ештеңеден қорықпай, қайттан басқа есік ашуға өзіңді ниеттеніп, бірінші ниетіңді дұрыстап алып, екінші алладан сұрап, мен осылай деп уже саған жол, алла қалай болғанда да жол сілтейді, біреу арқылы болсын. Сондықтан ол ешқашан ештеңеден қорықпау керек. Бірінші Аллаға, екінші өзіңе сеніп, әркімге жалпақтап қарағанша жалпақтамай өмір сүруге үйренуіміз керек. Маған келген ақпарат сол. Құрметті менің оқырмандарым, сіздерден сұрайтындарым, подписка жасаңдар, лайк басыңдар, маған тағы сұрақ қойыңыздар. Сіздердің сұрақтарым таусылмасын, менің жауабым таусылмасын. Сондықтан өзімізді тыңдап, тағы да айтамын, өзімізді тыңдап, өзіміздің бірінші Алланы, екінші өзіміздің жүрегімізді тыңдап, өзіміздің қалауымызбен өмір сүруімізге бәрімізді шақырамын. Сондықтан Гүлсезім, жаңағы өзіңнің жүрегіңді тыңдап үйренуге мен сені қызым шақырам. Қош болыңыздар. Кездескенше күніміз жақсы болсын. Сау болыңыздар.